Құрметті ұстаздар, бүгінгі 7 мамырға арналған 9-А сынып оқушыларының құттықтауын қабыл алыңыздар. 7 мамыр Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің құрылған күні. Бұл күнді қазақстандықтар отан қорғаушы күні ретінде атап өтеді. 1992 жылғы 7 мамырда Мемлекеттік қорғаныс комитеті Қазақстан Республикасының қорғаныс министрлігі болып қайта құрылды. Дәл осы күні Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен Қазақстан Республикасының қарулы күштері құрылды. Құрметті ұстаздар, ер азаматтар, сіздерді 7 мамыр отан қорғаушылар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Аға ұрпақ пен жас буынның отанымызды қорғап, қызметте жүрген айтулы үлес қосқанын біз әрқашанда мақтан тұтамыз. Еліміздің өркендеуі жолында атқарып жатқан игі қызметтеріңізге табыс, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, мол бақыт және бейбіт ғұмыр тілейміз. 7 мамыр отан, мемлекеттік мүдде, саяси қауіпсіздік пен дербестікті қорғайтын отан қорғаушылар күні. Бұл күн бейбіт елдің тыныштығын әуеде, құрлықта, теңізде қорғап, өз тағдырын ел тағдырымен байланыстырып жүрген әрбір әскери қызметші үшін ерекше күн. Армысыздар, Ахмет Жұбанов атындағы дарынды балаларға арналған республикалық қазақ мамандандырылған мектеп-интернатының ұлағатты ұстаздары. Ағайлар, бүгінге келіп жеткен 7 мамыр отан қорғаушылар күні мерекелеріңіз құтты болсын. Халқымызда ер елінің қорғаны деген аталы сөз бар. Біз осындай жандардың ер жүрек істеріне саяси құрмет көрсете отырып, отбасыларыңызға амандық, береке, бірлік, еңбекте жеміс пен шығармашылық табыстар тілейміз. Ізгі ниетпен 9-А сынып оқушылары құттықтаймыз. Сіздерді 7 мамыр отан қорғаушылар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Аға ұрпақ пен жас буынның отанымызды қорғап, қызметке айтулы үлес қосқанын біз әрқашанда мақтан тұтамыз. Еліміздің өркендеуі жолында атқарып жатқан игі қызметтеріңізге табыс, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық, мол бақыт және бейбіт ғұмыр тілейміз. Желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көк тудың желбірегені.